түнгі бір ғана амал 10 жылға жасартады. Бұл жалған жарнама емес. Ғалымдар мен дәрігерлер растап отыр. Қарапайым, бірақ жүйелі түрде жасалатын бұл әдіс ішкі ағзаға да, сырт келбетке де оң әсер етеді. Көп адам беттегі әжім мен шаршаған түрі үшін сыртқы кремдерді кінәлайды. Бірақ тері тек айсбергтің ұшы. Негізгі себеп түнгі уақытта дұрыс демалмау мен ағзаның уыттардан тазаланбауы. Себеп: ағзаның қартаюының басты себебі жасушаларда жиналатын токсиндер мен еркін радикалдар. Кешкі ас дұрыс болмаса, ұйқы алдында ас қорытуға көп күш жұмсалады. Ал бұл кезде бауыр, ішек, бүйрек сияқты мүшелер демалудың орнына жұмыс істей береді. Осыдан ағзада қабыну, шаршау, жасушалық тозу орын алады. Бет терісі бозарып, көз асты қараяды, әжімдер пайда болады. Шешімі: ұйқы алдында ішетін алтын сусын. Ұйықтардан 30 минут бұрын мына қоспаны ішіңіз. 1 стақан жылы су, 40 градус шамасында. Жарты шай қасық куркума. Жарты шай қасық бал. 1 тамшы лимон шырыны. Қалай әсер етеді? Куркума табиғи қабынуға қарсы құрал. Ол ағзадан уыттарды шығарады, бауырды демалдырады. Бал мелатониннің ұйқы гормоны, табиғи көзі. Ұйқыны тереңдетеді. Лимон бауырды белсендіреді, таңертеңгі сергектікті қамтамасыз етеді. Жылы су ішек жолдарын тазалайды, зат алмасуды реттейді. Осы сусынды күн сайын ішкен адамда 2 аптадан соң ұйқы қалпына келеді. Таңертең бас ауырмай оянады. Тері жұмсарып, түсі ашылады. Іштің кебуі, токсин жиналуы азаяды. Нәтижесі: бұл әдіс сырт келбетті емес, ең алдымен ішкі жүйені жасартады. Ал ішкі денсаулық қалпына келгенде тері мен көздің нұры да өзінен өзі жарқырайды.